Абай Құнанбаев 8-ші қара сөзі. Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би, олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орнына сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де өздік кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлымызға жазалы болып қаламыз ба, яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба, яки халқымызды бүлдіріп аламыз ба, яки өзіміз шығындап шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құттықтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар олар өздері де бір күні болса да дәулет қонып дүниенің жарымы да басында тұр. Өзін де жоқты малмен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, құдайы, халқы, жұрты, білім, ұяты, ары жақыны бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын. Ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды сұрамақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры, бөрі, қыс, суық, суғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша қашан қолы тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қонышалар күнін де көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым, кедейге керегі жоқтаяқ. Бізді не қылсын, ана сөзді ұғарлықтарға айт, дейді. Он өзгеменен ісі жоқ. Ана алдарындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңды болмаса керек. Бастой әртүрлі әлеуметтік топтардың, билеушілердің, байлардың, қылмыскерлердің қол босамауы мен ожақтылығынан дана кеңестер көп жағдайда ескерілмей қалады. Тіпті кедейлердің өзі мұқтаж болғанымен өмір сүрудің қиындығы мен білімінің жоқтығынан даналыққа мән бермеуі мүмкін. Нәтижесінде даналық күнделікті өмірде жиі байқалмай қалады және қолданылмайды.